Орта ғасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы. Бұл сабақта ғылымның мұсылмандық біліммен байланысын түсінеміз. Орта Азия ғалымдарының ғылымға қосқан үлесін талдаймыз. Әл-Фараби ғылыми ізденісінің бағыттарын жинақтаймыз. Ерте орта ғасырларда Қазақстандағы ғылымның дамуына басқа да ғалымдардың қосқан үлесімен танысамыз. Тарих ғылымының пайда болуын бағалаймыз. Ғылымның мұсылмандық біліммен байланысы. Еліміздің аумағында ғылымның қалыптасуы орта ғасырларда бой алып, исламдану үдерістерімен тығыз байланысты болды. Көшпелі түркі халқы қоныстанған ұлы дала біршама кеш исламға көшсе де түркілердің исламдануы қараханиттер кезінде 10 ғасырда басталып, тек Алтын Орда кезеңінде ғана күшейді. Даланың оңтүстік облыстары, Ішінара, атап айтқанда, Сырдария маңы, Талас пен Шу алқаптары анағұрлым ертерек исламды қабылдады. Оңтүстік Қазақстанның Түркістанның қалалары Мәуереннахрдың сауда-экономикалық жүйесіне ғана емес, сонда біртіндеп қалыптасып келе жатқан мұсылмандық білім беру жүйесіне де тартыла бастады. Бұл жүйе Мәуереннахрдан тыс бүкіл халифатқа мұсылмандар мекендеген барлық елдерге тарады. Бұл кез келген мұсылман, оңтүстік Қазақстан қалаларының адамдары ислам қабылдаған кез келген дала тұрғыны сияқты, ол түркі немесе ирандық болсын, мешіт жанындағы мактапта жергілікті молдадан немесе кез келген сауатты адамнан бастапқы мұсылмандық білім алып, содан кейін мұсылмандық әлемнің кез келген жеріне барып, медреседе өз оқуын жалғастыра алған. Ынтасы болса, үздік мұғалімдер, тәлімгерлер мен кітаптарды іздеп, басқа қалаларға көшіп жүрген. Медреседегі оқушының қажеттілігіне қарай 10 жылдыққа дейін созыла алған. 10-12 ғасырларда таңғажайып дамып, сол кездері еуропалық ғылымнан бірталай озық болған мұсылман ғылымының қалыптасуы мен дамуына Орталық Азияның, Түркістанның, Ферғананың, Хорезмнің, Бұхараның, Самарқандтың, Мервтің тумаларының зор үлесін бүкіл мұсылмандарға бірыңғай және талантты әрі білімді аңсап бір тумаларды ынталандырған дәл осы тоқтаусыз білім беру жүйесі арқылы түсіндіріледі. Қазақ халқының ата-бабалары түркі тайпалары арасында мәдениетті, білім мен ғылымды дамыту үшін аса маңыздысы исламды алдымен отырықшы, содан кейін көшпелі халықтың қабылдауы болды. Түркілерді исламдандыру оларды мұсылман әлемінің бір бөлігі етіп, оларды исламдық білім беру жүйесіне тартты. Медреседе мұсылмандық білім беру Құран мен хадистерді, мұсылман құқығын, теологиялық пәндерді, сондай-ақ оқытушының қалауы бойынша және оның болуына байланысты философияны, математиканы, әдебиетті, астрономияны, музыканы, химияны қамтыған. Медресенің көптеген оқытушылары ғалым болып, Құран мен басқа да діни кітаптарға пікірлерін жазды. Діниліктің, философияның және басқа да ғылымдардың жекелеген мәселелеріне қатысты ғылыми трактаттар шығарған. Жақсы медреседе әртүрлі білім салалары бойынша негізінен араб тілінде қолжазба кітаптарының үлкен кітапханалары болған еді. Ең үздік оқытушылардың айналасында ғылыми мектептер қалыптасты, ал медресенің өздері білім мен ғылымды біріктіруші университеттер ретінде жұмыс атқарды. Орта Азия ғалымдарының ғылымға қосқан үлесі. Оныншы, 12 ғасырларда мұсылман ғылымы әлемдегі ең озық ғылым болды. Орталық Азияның түрлі облыстарында туған осы дәуір ғалымдарының арасында атақты теолог, хадистерді білгір Әл-Бухари, атақты медик, химик және философ Ибн Синаны Авиценна, математик Әл-Хорезми, энциклопедист Әбу Райхан Әл-Бируниді атап айтуға болады. Бируни Хорезмнің тумасы болған. Ол өз заманының барлық ғылымдарын меңгеріп, жаратылыстану, математика, астрономия, геология, минералогия және гуманитарлық тарих, география, филология ғылымдары бойынша көптеген еңбектерді қалдырды. Оңтүстік Қазақстандағы Отырар қаласының тумасы Әбу Насыр Әл-Фараби де осы сияқты энциклопедист болған. Әл-Фарабидің ғылыми ізденістерінің бағыттары. Әл-Фараби өз философиясында грек философтары Аристотель мен Платонның ізбасары болған, сонымен қатар Ибн Сина Әл-Фарабиді философиядағы өзінің мұғалімі деп санаған. Жоғарыда Әл-Фарабидің әлеуметтік саяси көзқарастары және оның қайырымды қала туралы трактаты туралы айтылған. Бірақ бұл утопиялық шығарма, осы ғалым жазған көптеген философиялық трактаттардың бірі ғана.
Осы трактаттардың арасында субстанция туралы сөз, әлем қозғалысының тұрақтылығы туралы кітап, логикаға енгізу кітабы, дәлелдеме кітабы, философия мәні туралы кітап, сонымен қатар маңызды ғылымдарды айқындау және жіктеу туралы кітап бар. Әл-Фараби ғылымдардың жіктелуі туралы көп ойланып, оларды теориялық және практикалық этика және саясат деп бөлді. Теориялық ғылымдарды ол 5 топқа бөлді. Тіл туралы ғылым, тіл білімі және өлең құрылысы. Логика ғылымы, ойлау грамматикасы. Ақыл-ой ғылымдары, арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, ауырлық туралы ғылым, механика. Жаратылыстану, адам және табиғат туралы ғылым, медицина, алхимия, сондай-ақ Құдай туралы ғылым ретіндегі метафизика. Азаматтық басқару ғылымы, юриспруденция және дін білімі. Қалам. Бұл трактат өзінше ғылымның энциклопедиясы болды. Музыкатанушы ретінде Әл-Фараби музыка туралы үлкен кітап және тағы да бірнеше жұмыс жазды. Сендер оның музыканы ғылым, үйлесім деп санағанын көріңдер. Әл-Фарабидің физиканы, химияны, математиканы, биологияны және филологияны зерттеуге қосқан үлесі зор. Өзінің астрология туралы трактатында ол алғаш рет астрономияны жалған ғылым ретінде астрологиядан бөліп, оптикалық бақылау мен математикалық есептер көмегімен жұлдыздарды зерттеуді ұсынды. Астрономияда Әл-Бируни, Ибн Сина және Омар Хайям оның ізбасарлары болды. Ерте орта ғасырларда Қазақстандағы ғылымның дамуына басқа да ғалымдардың қосқан үлесі. Қазақстанның қоғамдық саяси ойының дамуы туралы айтқанда біз Қазақстанмен байланысты Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи сияқты ортағасырлық ойшылдардың шығармашылығымен таныс болдық. Ғылымның дамуы тұрғысынан Жүсіп Баласағұнның құтты білік поэмасы түркі этикасының, дидактика мен педагогиканың бастауында тұр, ал Махмұд Қашқаридің сөздігі тіл білімі саласында да, сонымен қатар этнография саласында да, түркілердің материалдық және рухани мәдениетін зерттеуде де дәуірлік және жалғыз жұмыс болып табылады. Қожа Ахмет Яссауи және оның ізбасарлары Сүлеймен ата, Бақырғани Хакім ата, Зәңгі ата және тағы басқа түркі көшпенділерінің арасында исламды таратуда үлкен рөл атқарды. Жоғарыда білім мен ғылымды тарату үшін түріктерді исламдандыру маңызы туралы айтылған. Олар исламды оның суфистік интерпретациясынан уағыздап, бұл ретте Қожа Ахмет Яссауи негізін қалаған, ізбасарлары өтуге тиіс болған Яссауия бауырластығының мистикалық жолы суфизмдегі ең күрделілердің бірі болды. Қожа Ахмет Яссауи түркі тілінде жазған мистикалық дидактикалық хикметтердің маңызы зор болды. Хакім ата Бақырған кітабының авторы болып саналады. Ол 5 бөліктен тұрып, ислам мен суфизмді уағыздаған. Орта ғасырларда Қазақстандағы теологиялық ғылымның дамуы әлі жеткілікті зерттелмеген. Тарих ғылымының пайда болуы. Алғашқы тарихшы қазақтар. Мырза Хайдар Дулаттың Дулатидің парсы тілінде жазылған және көбінесе Моғолстанның тарихына арналған Тарих-и-Рашиди шығармасы 16 ғасырға жатады. Бұл тарихи хроника қазақ хандығының құрылуы, қазақ хандығы тарихының ерте кезеңі, қазақтардың этногенезі және қазақ этнонимінің пайда болуы туралы маңызды мәліметтерді қамтиды. Қадырғали Жалайыр 16-17 ғасырдың басындағы тарихшы әрі саяси қайраткер. Ұлы Моңғол империясының тарихы бойынша ең маңызды дереккөз болып табылатын Рашид ад-Диннің парсы тіліндегі аттас шығармасының ескі қазақ тіліне қысқартылған аудармасы болып табылатын Жай ат-Тауарих немесе жылнамалар жинағы еңбегінің авторы. Қадырғали Жалайыр Рашид ад-Диннің мәліметтеріне қазақ туралы өзіне белгілі нақты материалға сүйенетін бірнеше маңызды ерекше бөлімдерді қосты. Сонымен қатар ол қазақ тіліндегі жазбаның негізін қалаушы болып саналады. Өз білімдеріңді тексеріп, сұрақтарға жауап беріңдер.